бірақ арзан және қолжетімді анализ сіздің ағзаңыздағы темірдің тапшылығын, В тобының витаминдерінің тапшылығын және иммунитеттің жағдайын анықтап береді. Ол туралы осы 30 секундтың ішінде түсіндіріп беремін. Ал кеттік. Ағзада гемоглобиннің төмендеуі қатты темірдің тапшылығын көрсетеді. МСВ-дің төмендеуі латенттік анемия бар екенін көрсетеді, ол кезде гемоглобин нормада болады. Ал жоғарылауы B9, B12 витамин тапшылығын көрсетеді. МСH бізде темірдің тапшылығын көрсетеді. Жоғарылайтын болса B9, B12 витамин тапшылығын көрсетеді. Лейкоциттердің төмендеуі бізде иммунитеттің төмен түсіп кеткенін көрсетеді. Сондықтан иммунитетіңізді қараңыздар. Ал нейтрофильдердің жоғарылауы бактериалдық инфекцияны көрсетеді. Моноциттер мен лимфоциттер бізде вирустық инфекцияны көрсетеді. Эозинофилдер мен базофилдер жоғарылайтын болса аллергиялық реакция немесе ағзада паразит бар деген сөз. Соя бізде қабыну процесін көрсетеді. Осының барлығын жалпы қан анализінен біле аласыз. Тағы да пайдалы информация білгіңіз келетін болса, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп алыңыз.